қазақтың тағы бір асыл аяулы қызы бейуақытта, уақытсыз уақытта өмірден озды. Парақорлық жойылса, жағымпаздықпен жұмысқа тұру, бір орден алу, медаль алу жойылса, біздің жастардың өз көзқарасын айтуына мүмкіндік берілсе, алтын бастар елге келеді. Мысалы, алтын бастар міндетті түрде өзінің еліне қызмет еткісі келеді. Өйткені бізде жастардың жалпы алтын бастар не? Бұлар шығармашылық адамдар, қай салада болса да, бұл математик болсын, физик болсын, олар адам еркін болған кезде, өзін еркін сезінген кезде ашылады, және жақсы нәрсе жасап шығады. Адам еркінді қысылған кезде біздің қоғам мойындайық, мойындамайық адамның еркіндігін қысады. Мысалы, мені шын мәнінде қысады. 20 жыл бұрын әрбір балаға жәрдемақы беруге болатын еді. Сонда мемлекеттен жәрдемақы алған бала мемлекеттің мүддесіне міндетті түрде жұмыс істейді. Жай Құдай берген ажалмен озса бір сәрі ғой. Жай басқаша бір жағдаймен ауырып, шырғалаңнан, апаттан кетсе бір сәрі ғой. Қазақтың жауыздығынан, қазақтың қатыгездігінен, қазақтың мейірімсіздігінен, қазақ қоғамын жаулап алған бір қайырымсыздықтан, бір шайтани лағнетті қара күштен, солардың шабуылынан, солардың қорлығынан, солардың табалауынан, солардың қорлауынан өмірден озды. Яғни қазақ қазақты өлтірді. Қазақ қазақты сөйтіп өлтірді. Қазір қазақ тілді Фейсбукты ашқаннан қорқатын болдық. Енді осы оқиғаға байланысты қазақ қоғамына не болды? Неге біздің қоғамда осыншалықты деңгейде бір сырлы шайтани лағнеті қара күш бар? Біз шынында қарғысқа қалған қауымбыз ба? Неге қазақ қоғамынан бір жағымды жақсы жаңалық естімейміз? Неге бірін-бірі қаралаған, бірін-бірі жалалаған, бірін-бірі сотқа сүйреген, бірінің қақсын бірі жеген, бірін-бірі өлтірген хабардан басқа бір жүрек сүйнер, естіп құлақ рахаттанатын бір жағымды жақсы жаңалықты қазақ қоғамынан естуге бола ма? Кеше қаралы қайғылы хабар деген түннің бір уағында лекциямызды сөйледік. Болат Атабайдың қазасының өзі қазақ қоғамының бір қасіреті. Қуғын көрді ма? Көрді. Түрмеге отырды ма? Отырды. Қақпай қағажу көрді ма? Көрді. Әлеуметтік желіде шабуыл жасалды ма? Жасалды. Сатқындық көрді ма? Көрді. Шындықты айтқан үшін, қазақты сүйген үшін, қазақ үшін бүкіл барын берген үшін, осы ұлтым дұрыс болсын деп ақиқатты айтқан үшін кетті. Ол кісінің жасындағы адамдардың кететін кез емес қой. Әлі 15-20 жыл халық үшін, қазақ үшін еңбек етіп қалатын адам еді. Кетті. Жанына сүйеу болалдық па? Жоқ. Медеу болалдық па? Жоқ. Қорған болалдық па? Жоқ. Сен сүйген қазағыңның бір мүшесі мен едім дей алдық па? Қаралап, жалалап, өсектеп, ең бір керемет дегенде қалыс қалып, білмегенсің, естімегенсің, көрмегенсің, ақыры ол кісінде жолға салдық. Ал мынау қыршыннан қиылған, 12-де бір гүл ашылмаған қазақтың қызы. Ол да сол. Оны да қаралау, жалалау, мына дүниеден оздырды. Кәдімгі қазақтар соншалықты деңгейде жауыз болып кеткен, бірін-бірі аяу дейтін сезім қалмай қалған.
қазақтардың жүрегінің қарайып кеткендігі соншалық, бір тілім нан үшін ағасы бауырын, бауыры ағасын тірідей жеуге дайын тұр. Қазақтардың жүрегі тастан қатты, бетоннан берік болып кетті. Қазақтардың жүрегі қарайған соншалық қазанның түп күйесіндей болып кетті. Қазақтардың ниеті бұзылғандығы соншалық, қазақтан сен кез келген исламдық, христиандық бір наным сенім былай түгіл, сен оған бір адамдық, кез келген бір адамдық, тіпті діни наным сенімі жоқ болса да бір адамда болуға тиісті ең қарапайым бір моралдық, ақылақтық өлшемдерді тапа алмайтын болып қалдық. Біздің ұлтымыз осыншалықты деңгейде құлдырап, осыншалықты деңгейде төмендеп, бірін-бірі шүйбөрішілерше, аш қасқырларша талап, бірінің етін бірі жұлып жеп, сүйегін кеміретін халге жетіп қалды. Енді осы тақырып туралы аз кем шетте жүрген, алыста жүрген, сол отаннан қуылған, амалсыздан отаннан қуылған, сол қазақтардың мейірімсіздігінен, жауыздығынан, күншілдігінен, міншілдігінен, қара ниеттігінен, озбырлығынан, сол пасықтығынан, надандығынан, көрсоқырлығынан, сол жерде қақпай көр, қағажу көр, тепкі көр, өміріме, өзіме, бала шағама, отбасыма қауіп төнгеннен кейін, сені өлтіреміз дегеннен кейін кетуге мәжбүр болған бір қазақ ретінде, бейне кешегі Болат Атабай да сол Қазақстанға сыймай, өмірінің соңының қаншама жылын Еуропада, Германияда өткізді. Ең соңында ауру болып, бір аяғын кестіріп, мүгедек болып, денсаулығы әбден құрығанда енді маған іштен кете алмассың деп елге оралды. Құдай ол кісінің жүрегіне сездірді. Соңғы минут сағатын отанында өткізуге жазды маңдайына. Ал мынау екінші қызымызшы, қарындасымыз үлпілдеп алақанымызда жүрген, терең ойлары бар, салмақты жазбалары бар, болашағынан үлкен үміт күттіріп жүрген, ешкімде қақты соқтыда жұмысы жоқ, кәдімгі қазақ қоғамының бір үлкен айнасы болып көрінетін, қазақтың кәдімгі қойдан қоңыр, әдемі, ақылды, талантты қызы, талапкер қызы. Міне сол қазақ қоғамының адам төзгісіз, адам баласында болуға тиісті емес, тек лағнетті шайтанның ғана қасиеттері бар біздің қазақ қоғамында. Сондай мейірімнен жұрдай, әдептен, ардан ада болған, сондай бір тастан бетер, сондай жүректері тастан бетер қатты болған, қарайып кеткен, мейірімсіздікке, рақымсыздыққа, ұятсыздыққа, арсыздыққа толы болған мына қоғамға қолын бір сілтеп, ол дүниеге аттанды да кетті.